сәлеметсіздер ма, құрметті оқырмандар? Биыл жыл халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, кешегі Абай, Ыбырай Шоқан салған ағартушылық, демократтық бағытты ілгері жалғастырушы ірі ғалым, көсемсөз шебері, әдебиет зерттеуші, түрколог, дарынды ақын, аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толуына орай қазақ руханиятының көсем атты ақпараттық сағатты назарларыңызға ұсынамыз. Ахмет Байтұрсынұлы қыры мен сыры мейлінше мол адам. Біріншіден, ол қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы. Ол жазған мектеп оқулықтары 1914-1915 жылдан 1927-1928 жылға дейін пайдаланып келді. Қазақ оқушыларының бірнеше буыны сауатты Байтұрсынұлының әліпбиімен ашып, ана тілін Байтұрсынұлының тіл құралы арқылы оқып үйренді. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліпби өнеріне де терең ой жіберген ғалым. Затаевтың айтуынша, ол шебер домбырашы, әнші болған. Халық әндерінің күйлерін жинаған және олардың шығу тарихында білген. Табиғатынан аса дарынды, туған талапты бала Ахмет 1882 жылы 84 жылдары әуелі көзі қарақты адамдардан өз үйінде хат танып, артынан жақын жердегі ауыл мектебінен сауат ашады. 1886-1891 жылдары Орынбордағы мұғалімдік мектепте оқып білім алады.